Бүгін сіздермен харчо сорпасын дайындайық. Етімізді қайнаған суға салып, тұз қосамыз. Сәбіз, пияз салып 2 сағаттай пісіреміз. Бізге бірінші қызанақтың сыртын тазалап алу керек. Ол үшін осылай ыстық суға салып қоямыз, кесіп алып. Содан кейін салқын су құйып, сыртын тазалаймыз. Сонда жеңіл тазаланады. Содан кейін етіміз пісуге 15 минут қалғанда күрішті дайындап аламыз, жақсылап жуып суға салып қоямыз. Пиязды, қызанақты ұсақтап тураймыз. Табада пиязды жақсылап қуырып аламыз, қызанағымызды саламыз. Тұз қосамыз, қара бұрыш, специй. Менде хмели сунели болды. Томат пастасын қосамыз. Және полугоркий перец. Аджика болса, аджика қоссаңыздар болады. Сорпадан етімізді, пияз, сәбізді сүзіп алып, жуылған дайын күрішті саламыз. Содан кейін зажаркамызды саламыз. Етімізді турап саламыз. Лавровый лист қосамыз. Күрішіміз піскенше қақпағын жауып қоямыз. Сорпамыз дайын болып қалғанда енді көп кенса кесеміз осылай. Кенсаға чеснок қосамыз да араластырамыз. Дайын болған сорпаға кенса мен чеснокты саламыз. Сорпамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.